Транссерфингтегі маңыздылық ұғымын түсіндірейік. Неге біз бір нәрсені қанша қатты қаласақ та, ол орындалмай қалатын кездер бар. Бұл кездейсоқтық емес. Жауап маңыздылықта. Алдымен маңыздылық деген не екенін түсінейік. Маңыздылық бір нәрсеге шамадан тыс мән беру. Жұмыс, қарым-қатынас, ақша, нәтиже. Бәрін өмірлік маңызды деңгейге көтерген кезде ішкі тепеден бұзылады. Маңыздылық пайда болған жерде энергия блокталады. Енді оның өмірде қалай байқалатынына тоқталайық. Болашақтан қорқу, жаман нәтиже күту, өзіңді шамадан тыс бақылау, міндетті түрде болу керек деген ішкі қысым. Бұл артық потенциал. Ал артық потенциал пайда болған жерде әлем оны теңестіруге тырысады. Сен бір нәрсеге тым көп мән берсең, әлем оны теңестіру үшін кедергілер жібереді. Ал сен сол кедергілермен күрескен сайын, олар көбейе береді. Ол кедергілерді тек маңыздылықты түсіру арқылы жеңеміз. Өмір күрес емес. Маңыздылықты қалай түсіруге болатынын қарастырайық. Көру, түсіну және қарым-қатынасты өзгерту. Бұны қалай жасаймыз? Өзімізге сұрақ қояйық. Бұл неге маған осынша маңызды болып кетті? Бұл шынымен өмір мен өлім бе? Әлде тек ойымдағы иллюзия ма? Мен нәтижені тым биіктетіп жіберген жоқпын ба? Енді нақты тәсілдерге келейік. Рұқсат режимі. Иә, мен уайымдап тұрмын. Иә, мен қорқып тұрмын. Мен өзіме уайымдауға да рұқсат беремін. Қорқуға да рұқсат беремін. Осы кезде энергия аға бастайды. Сценарийдің бұзылуына рұқсат беру. Болса жақсы, болмаса да жақсы. Бұл әлсіздік емес, бұл еркіндік. Болмаса да жақсы дегенде өзімізге түсіндірейік. Егер бір нәрсе болмай қалса, мен үшін одан да жақсы нәрсе бар. Немесе бұл мені жаманнан қорғады. Маған дәл осы қайырлысы болды. Бұйырған кетпес, тек басқа жолмен келеді. Үшінші тәсіл тең құқылық қағидасы. Мен де жағдайды теміз. Мен ештеңеге жабысып тұрған жоқпын. Маңыздылықты түсіргеннен кейін не болады? Ішкі тыныштық пайда. Энергия болсайды. Шешімдер өзі келе бастайды. Мүмкіндік ашылады. Нәтиже жеңіл тартылады. Әлем сенің қарсыңа емес, сенің жағыңа шығып ұстайды. Маңыздылықты түсіру бұл немқұрайлылық емес. Бұл болса тамаша, болмаса да өмір өз орнында деген ішкі сенім. Маңыздылық жоғалған жерде әлем сенімен бірге жұмыс жасайды.